Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткеннен де, болашағынан да қол үзеді деген халық жазушысы, драматург, сыншы, мемлекет және қоғам қайраткері Ғабит Мүсірепов. Қазіргі таңда сөздің қадіріне жетуді, қазақ тілінің тазалығын сақтауды назардан тыс қалдырып жүргендейміз. Тілдің шұбарлануы сөздің құнарын бұзады. Белгілі бір елдің ана тілінің шұбарлануы сол ұлттың тарих сахнасынан жойылуының белгісі екендігі ғылыми түрде дәлелденген қағида. Ауызекі сөйлеу тілінде кейбір сөздерді орынсыз қолданып, тілді шұбарлап жатамыз. Сонымен бірге мемлекеттік тілге өзге тілдердің сөздерін қосып сөйлеу де үйреншікті әдетке айналып барады. Бүгінгі сабағымызда осы мәселелерді қарастырамыз. Мысалы, мешать етпе. Күнделікті ауызекі сөйлеу тілінде бұл сөзді өте жиі қолданамыз. Қазақ тілінде дұрыс қолданылуы, дұрыс айтылуы, мешать етпе емес, кедергі келтірме, бөгет жасама. Дружить етті, дружить етіп. Ана тілімізде дұрыс қолданылуы, дос болды, дос болып. Қазіргі кезеңде мына бір тіркесті жиі қолданамыз. Удалить етші, удалить ет. Дұрыс айтылуы, өшіріп тасташы, өшір. Поздравить етті, дұрыс қолданысы. Құттықтады, маған ответін айт, ответ жаз. Маған жауабын айт, жауап жаз. Скачать еттім. Ғылым мен техниканың дамуына байланысты скачать еттім деген сөз тіркесін қолдануды әдетке айналдырып алдық. Мысалы, мен бұл бағдарламаны скачать еттім. Дұрысы, мен бұл бағдарламаны, немесе мен бұл электронды кітапты жүктеп алдым. Келесі қарастыратын сөздер: короче, қазақ тілінде дұрыс айтылуы қысқасы, сотка, сотовый, ұялы телефон. Сразу. Осыны сразу айтпадың ба? Бірден. Осыны бірден айтпадың ба? Даже. Даже білмеймін. Тіпті білмеймін. Күнделікті өмірде ана тілімізде сөйлеп отырып, орыс тіліндегі ишлауын көп қолданамыз. Қазақ тіліндегі дұрыс қолданылуы, аудармасы және. Молодец, сен молодецсің. Қазақ тіліндегі аудармасы, баламасы, сен жарайсың. Қазіргі кезеңде өте көп естіп жатамыз. Доча, менің дочам. Қазақ тіліндегі дұрыс айтылуы, жазылуы, қызым, менің қызым. Құрметті оқырмандар, бұл бейне сабақта қарастырған тақырыбымыз, көтерген мәселеміз бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Тілдің тазалығы ұлттың берік болуының басты құралы. Тіліміздің тазалығы руханиятымыздың дамуының, болашағымыздың дамуының жарқын көрінісі. Ендеше тіліміздің шұбарлануына жол бермей, тіл тазалығын сақтайық. Сау болыңыздар.